сіздермен жақсы көңіл-күй, бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлау үшін жылы релаксация арқылы көршімізге жақсы комплимент, жақсы тілектер айтып бастайық. Осы жүргізушіні көршіңе бере отырып, жақсы тілектер айтамыз. Сен бүгін өте әдемі көрінесің. Бүгінгі күні сәтті өтсін. Сенің бүгінгі шашың керемет екен. Қаттырақ шығарамыз да сізді. Сабаққа сәтті өтпей. Өмір бақи бақытты. Бүгінгі күні жақсы қатал болсын. Бүгінгі сен кейін әдемі. Қуандық айтыңыз, жақсы балалар. Олай болса, біз сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын, мына жерге мен қазір қандай мезгілі балалар? Күз мезгілі. Күз мезгіліне байланысты екі түрлі жапырақ қоямын мына жерге. Жасыл жапырақтар және де сары жапырақтар. Осыдан өздерің қалаған түсті жапырақты аласыңдар. Келе ғой, келіп алыңдар. Жапырақтар бойынша бір топқа жиналу. Сарылар бір бөлек, жасылдар бір бөлек. Күз мезгілі дедік, иә? Күз мезгілінің қандай ерекшеліктері бар? Айтыңдар, Қуандық айта ғой. Күз мезгілінде адамдар егіннің жемісін көреді, жемістер піседі. Дала әдемі сарған жапырақтар түседі. Жақсы, тағы да қандай? Сабақ басталады. Дұрыс айтады. Дидара айта ғой. Күз мезгілінде дала өте әдемі көрнекті болып көрінеді. Жапырақтар салғайып, жерге түсіп, жемістер піседі. Жақсы. Ал сіздерге мынандай жемісті ағаш деген ағаш беремін екі топқа, бірінің сабақтан. Екінші топқа берейін. Бұл ағаштың ішінде батыр сіздерге жеміс ағашы деп атынан айтып тұрғандай, күзде жемістер піседі дедік, біз ағаштар жеміске толады. Біз осы ағаштарды жеміске толтыруымыз керек. Не арқылы толтырамыз? Яғни өзіміздің жемістер арқылы, біліміміз арқылы, яғни сіздердің беретін жемістеріңіз бұл сіздердің білімдеріңіз, ағашты біз жемістерге, яғни білімдерімізге толтыруымыз керек. Мынандай әр жауап берген топқа жемістер беріп отырамыз, мынандай сол жемістерді ағашқа несеміз, жабыстырамыз, толтырып отырамыз. Үй тапсырмасынан не берілді балалар? Үй тапсырмасынан бастайық. Ал Аяжан айта ғой. Параграф 9 атлас шайқасы берді. Жақсы, атлас шайқасы берілген болатын. Әдіс бойынша айтайық бүгін. Ыстық орындық әдісі арқылы. Білеміз ғой, ыстық орындық әдісі. Мына жерге орындық қойып, осы орындыққа күйіп қалмау үшін істейміз, сұрақтарға жауап беруіміз керек тез-тезден. Ал Саяжан шыға ғой. Қалғанымыз не істейміз балалар? Сұрақтар қоямыз, сұрақтар қоямыз. Ал таласпай бір-бірден қоя берейік, Қуандық бастасын. Атлас шайқасы қай жылы, қай қалада және кімдермен болды? 2001 жылы Атлас жылдың шілдесінде, жазғы шілдесінде, сосын арабтар мен қытайлар арасында болды. Дұрыс па? Дұрыс, қане деп айтып отырады, Дидара қоя ғой. Атлас шайқасы неше күнге созылды? 5 тәулікке созылды. Дұрыс. Не қойыз? Аяжан? 743 жылы Қытай әскерінде қандай өзгерістер болды? 743 жылы Қытай әскерінде жаңағы Қазақ даласына мемлекет жарамды белгілі. Содан кейін 10 ғасырда жаңағы Қазақ даласына барша аяқ басқан болды. Жақсы, тағы да кім қоямын дейді. Каусар қоя ғой. Шақмардан сұрақ дайындап отырайық. Қытай қолбасшысы кім? Дидараға сұрақтарымызды дайындап отырайық. Каусар? Мен Ал Аяжан қоя ғой сұрағын. Атлас шайқасы туралы Қытай деректерінде қай кітапта жазылған? Қытай деректерінде өзін айта ғой, Аяжан. Бухарин батысқа саяхат естеліктері білек кітабында айтылған. Жақсы, Аяжан. 747-749 жылдары не болды? Қандай оқиға болды дейді? Қытайлар Ташкент облысын басып алып, өздеріне елге еткізді. Дұрыс па? Дұрыс. Қуандық. Шайқаста, атлас шайқасында кімдер қол ортаға болды және кімдер жеңіске жетті? Атлас шайқасында көп олжаға ие болған Қытайлар мен арабтар болды. Ал шақмардан қоя ғой. Қытайлармен соғыс неше күнге созылды? 5 тәулікке.
Олай болса, біз үй тапсырмасын бекіту үшін келесі мынандай тапсырма орындаймыз. Үй тапсырмасын айтқан оқушыларға рахмет. Қандай тәсіл екен балалар? Мен сіздерге мынандай жеке орындаймыз, балалар тоқпен емес кесте таратам. Бұл кестеде аталық шайқасына қатысты 3 мағлұмат берілген. 3 мағлұмат берген. 3 мағлұмат. Сол 3 мағлұматтың екеуі дұрыс, біреуі бұрыс. Дұрыс мағлұматтың арасында екі жауабы дұрыс, біреуі дұрыс. Әркімнің қолында әртүрлі ақпарат. Балалар, болсақ дейсіз басымызды көтеріп, жауабымызды дұрыстығын сәйкестендіруге бірінші мынандай аталық шайқас қала сөздерінің бойында арабтар мен қытайлар арасында өтті. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс, иә? Міне дұрыс жауабына қарады. 753 жыл Тараз қаласын басталып, Тураға шығартады. Кім белгіледі бұрыс деп? Мен. Келесі аталық шайқасы 751 шілдеде Талас аталық қаласында өтті. Бұны дұрыс, иә? Балалар қатысып отырайық барлығымыз. Келесі мынандай кімге келді? Кімге келді? Алфан қалай жауап берді? Бірінші, екінші, қалай? Екінші мәлімет Ухуанның батысы. Дұрыс, иә? Ұрыс нәтижесінде халықта 20 мыңдай тұтыма түсті. Дұрыс па? Жүйеде дұрыс деп белгіленді ме? Ең соңғы мәлімет қате, иә? Келесі мынандай тапсырма кімге түсті? Ал Диляра, Каусар, сендер қалай орындадыңдар, Саяжан? Бірінші оқиға. 751 қытайлар соғысқа жеңген тарихи маңызы болды. Екінші, Самарқанд пен Иракқа қолөнершілер жіберді. Үшінші мәлімет араб мәдениетінің дамуына ықпал етті дейді. Ал дұрыс жауап көруге. Дұрыс, иә? Жарайды, олай болса балалар, осымен үй тапсырмасын қорытындылаймыз. Яғни түсіндік қой, иә, аталық шайқасы балалар. Бұның тарихи маңызы Қытайлар толығымен Жетісудан қуылды. Арабтар Орта Азияға шегініп, түркілердің арасында ислам мәдениетінің тарауына, ислам дінінің тарауына үлкен септігін тигізді, иә? Жақсы, тақтадағы картаға назар аударайық. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Оғыз мемлекетін көріп тұрмыз, иә? Яғни балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз қандай тақырып болатынын болжап отырған боласыңдар? Яғни Оғыз мемлекеті. Оғыздар, яғни. Бүгінгі күнді жазайық, қыркүйектің 30-ы жаңа сабақ тақырыбымыз Оғыз мемлекеті. Бүгінгі сабағымыз зерттеу сұрағы Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай? Оқу мақсаттарымыз 6-9 ғасырлардағы Оғыз мемлекеттерінің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Енді Оғыз мемлекеті Каспий, Арал теңізінің аралығындағы үлкен аумақты алып жатыр. Негізі қалыптасқан, Оғыздардың қалыптасқан жері Жетісу өңірі болып табылады, оңтүстік Қазақстандан. Оғыз мемлекеті ерте орта ғасырлардағы мемлекет, астанасы Ягиген қаласы, және көріп тұрғандарыңыздай қандай мемлекеттермен шектесіп жатыр екен? Қазақ, Бұлғарлар, Құмандар, Қимақтар, Қарахан мемлекеті, иә? Жақсы. Бүгінгі сабағымызда танысатын тірек сөздеріміз Оғыз, Оғыздар туралы айтатын боламыз. Оғызнама дастаны және жаңа мен айтып өткен астанасы Ягиген қаласы жайлы, иә? Енді 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың ортасындағы өмір сүрген ерте орта ғасырлық мемлекет болып табылады. 9 ғасырдың ортасында Сырдарияның орта және төменгі ағысында, сонымен қатар Батыс Қазақстанды қосып алғандағы территорияда, үлкен территорияда осы Оғыз тайпаларының саяси бірлестігі құрылған екен. Оғыз сөзінің мағынасы қандай сөздерде шыққан деседі? Оғыз, садақтың оғы, өді. Осындай сөздерде шыққан деседі. Оғыз тайпалары бірнеше тайпаларға, тайпалар руларға бөлінеді екен. Махмұд Қашқаридің орта ғасырлардағы 11 ғасырлардағы зерттеулеріне сүйенетін болсақ, Оғыз тайпалары 24 тайпадан құралған дейді, кейінірек 22 тайпадан құралғандығы айтылады. Оғыз ханның ұлдары Оғыз мемлекетін 2 топ тайпа бірлестігіне бөлген екен. Бозоқ тайпа бірлестігі және Үш Оқ тайпа бірлестігі болып табылады. Және де Оғыз тайпаларының құрамына
Мынандай тайпалар кірген екен. Қане қуанға айта қойшы, қандай тайпалар? Қыпшақ, қайын, Жоқ, қынық, аққынық, қайын, салбыр, афшар, бәкір, бұлдыз. бұлдыз тайпалары кірген екен. Оғыз мемлекетінің құрылуы туралы айтатын болса, негізін қалаушы Оғыз хан. Билік иесін, яғни басшысын, мемлекеттің басшысын Жамбу деп айтады. Яғни қарлықтарда да Жамбу деген не естерде болса, Жамбу әйелдеріне қатын деген жоғары мәртебелі атақ берілген екен. Тақтың мұрагерлері Инал, әскери қолбасшыларды Сю басшы деп атаған. Жамбудың кеңесшілерін көл еркіндер, тақ мұрагерлерін тәрбиелеушілерді ата-бектер деп атаған. Ел басқарудың ең жоғарғы органы құрылтай жиналысы жылына бір рет өткізіліп отыратын болған. Енді келесі біз Оғыз мемлекетінің сыртқы саясатына тоқталатын болсақ, 9 ғасырда Оғыздар Сырдарияның орта және төменгі ағысындағы тайпаларды бағындырып, үлкен қуатты мемлекет құрады. 9 ғасырдың аяғы мен 10 ғасырдың ортасында Каспий жағалауында Жайық Еділ араларын жаулап алады. 965 жылы Киев князімен бірігіп хазарларды бағындырса, 985 жылы Еділ бұлғарларын басып алады. 10 ғасырда Сырдариядан Кавказға дейінгі аймақта Оғыз даласы деп атаған екен. 10 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басында Орталық Азиядан басып кірген селжұқтар Оғыздарға ойсырата соққы береді. 11 ғасырдың ортасында Қыпшақтармен соғыстың әсерінен сыр бойынан ығыстырылып, бір жолата Оғыз мемлекеті құлайды екен. Оғыз мемлекетінің келесі шаруашылығына келетін болса, басқа түркі тайпалары сияқты Оғыздар да қандай шаруашылықпен айналысқан? Мал шаруашылығымен айналысқан, егіншілікпен айналысқан, қолөнермен, кәсіпшілікпен, мал шаруашылығын жартылай және жартылай көшпелі отырықшы мал шаруашылығымен айналысқан екен. Бүгінгі біздің тағы да танысуымыз керек, бұл Оғызнама дастаны. Оғызнама дастаны не жайлы айтылады екен? Түркі халықтарына ортақ туынды 11 ғасырда қағаз бетіне түскен 40-тан астам хикаядан тұрады екен. Шығармада не жайлы айтылады? Оғыз батырдың ерліктері, оның ұрпақтарының игі істері, Оғыз тайпаларының шығу тегі, тұрмыс тіршілігі, әдет ғұрпы және тағы да басқа мәліметтер мазмұндалған. Түсінікті ма балалар? Бүгінгі сабағымыз жалпы не туралы? Оғыз мемлекетінің саяси құрылымы жайлы сұрақтар бар ма? Балалар сұрақ жоқ болса, біз енді осы картамен байланысты болады. Екі топқа мына бірінші топ бірінші карта бойынша, екінші топ екінші карта бойынша сұраққа жауап береді. Ол үшін мынандай таратпа берейін. Топпен орындаймыз, есілерді көріну үшін екеге берейін. Және бұл біздің кітапта да бар, бұл карта қарасаңдар, оқулықта да бар. Бірінші топ Оғыз мемлекетіндегі саяси одақтар 8 Оғыздар, 9 Оғыздар, 3 Оғыздар қандай аумақта алып жатыр және нешінші ғасырлар аралығында өмір сүргендігін анықтаймыз. Екінші топ Оғыз мемлекетінің қандай аумақта және қашан өмір сүргендігін анықтаймыз. Жақсы балалар, кім болды? Қайтып болды? Екінші топ, айта беріңіздер. Екінші карта бойынша Оғыз мемлекетінің? Оғыз мемлекеті 9 ғасырда Сырдарияның төменгі және ортаңғы ағысында орналасқан. Ал астанасы Янкиген, Жаңакент, Жаңакент қаласы. Жақсы, екінші топ болдық па? Мен жаңа сіздерге үй тапсырмасына. Ал екінші карта бойынша қуандық, сіздер? Айта беріңіздер, 8 Оғыздар. 8 Оғыздар, 9 Оғыздар және 3 Оғыздар 7-8 ғасырларда 8 Оғыздар хан қайтауларында, 9 Оғыздар Бобиш өрінде, ал 3 Оғыздар олардың орталарында орналасқан. Жақсы, енді бір шағында назар аударайық, сәйкестендіріп. Арқон өзені мен Батыс Алтай тауларында 6-8 ғасырларда өмір сүрген, екінші топ Оғыздар Сырдарияның орта және төменгі ағысында, Жетісудан толығымен ығыстырылып, Сырдарияның орта және төменгі ағысында орналасқан. Дұрыс айтты, қуандық 9 ғасырда астанасы қандай қала? Янкиген қаласы. Жаңа үй тапсырмасына айтқан. Жақсы қойын,
және де міне деген. Жақсы балалар олай болса, біз келесі тапсырмаға көшейік. Жақсы балалар олай болса, біз енді қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтағы ашық тест тапсырмасын орындаймыз. Яғни текстте түсіп қалған сөздерді табамыз, иә? Дәптермен жұмыс. Әркім жеке-жеке тезірек орындай қояйық. Оғыздар 1985 жылы Киев Русьме отастаса отырып, қандай қағанатты талқандады? Қазан қағанатын талқандады. Я солай әркім өз жеке-жеке түсіп қалған сөздерді тауып, мәтіндегі сөздерді табамыз. Сөйлемдегі түсіп қалған жоқ сөздерді табамыз. Бірінші сөйлемді кім оқиды екен? Мен қойшы. Ал Айзере оқи ғой. Оғыздар 1965 жылы Киев Русьме одақтаса отырып қазақ қағанатын талқандады. Бұл жердегі бізде табу керек сөз қазақ хандығын, иә? 965 жылы қазақ хандығын талқандаған болады. Екінші сөйлемді кім оқиды? Дидара оқи ғой екінші сөйлемді. Оғыздардың қазалармен күресінің мақсаты Қандай теңіз жағалауындағы құнарлы жерлерді алу еді? Талас теңізінің жағалауындағы құнарлы жерлерді алу. Жоқ, солай ма? Жоқ, Қара теңіз балалар. Білмегендерді жазады. Қара теңіз бойындағы жерлерді алу еді. Келесі үшінші сөйлемді оқи ғой, Кәусар. Бесінші ғасырда Сырдарияда Кавказға дейінгі аумақта Оғыз даласы аталды. Дұрыс па? Дұрыс, Дұрыс па, Саяжан? 10-ші ғасырда, 5-ші ғасыр емес Кәусар. Келесі сөйлемді Саяжан оқи ғой. Оғыз мемлекетіндегі дағдарысты Оғыз мемлекетіндегі дағдарысты қай елдің көсемдері тиімді пайдаланады дейді? Қайсын жаздық, қалай жаздық? Қыпшақ көсемдері тиімді пайдаланған болатын балалар, білмегендерін жазып ала қойыңдар. Келесі сөйлемді Аяжан оқи ғой. 5-ші сөйлемді. 5-шісі. 11-ші ғасырдың ортасына қарай Оғыз мемлекеті Қыпшақ тайпалары соққысынан құлады. Дұрыс, дұрыс солай айтқан болдыңыз. Келесі соңғы сөйлемді кім оқиды? Айзере оқи ғой, 6-ші сөйлемді. 6-шісі. Оғыз мемлекеті құлағаннан кейін олардың біраз бөлігі батысқа және жарты бөлігі шығыс елдеріне қоныс аударды. Шығыс Еуропаға және Кіші Азия елдеріне болатын. Барлығы солай жаздық па? 6-ші сөйлемді Кіші Азия және Шығыс Еуропа елдеріне аударған болатын, Жақсы балалар. Жақсы балалар, өтше оқулықпен орындаған жұмыстарға тағы да бір-бір белгісін беріп қойын, Тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде мәтінмен жұмыс. Естеріңізге мынандай 2 мәтін таратқан, 2 топқа тізсе сонымен орындаймыз. Біреуі Оғызнама дастаны бойынша, Оғызнама дастанда не жайлы айтылған, соны тауып белгілейміз. Табамыз текстан. Мына жерде Оғыздардың құлдырауы жайлы негізгі себептерін мәтіннен анықтаймыз балалар. Оғыз мемлекетінің құлдырауын. Кәусар қатысамыз? Маңыз болды. Болыңдар ма? Болғанды қосып бақтайық. Болса, онда қайтып тұрышпасың? Бірінші Жақсы. Қаланы бірінші топ, екінші топтың жауабын тыңдап отырамыз. Түсінікті ма? Оғызнама дастанында не жайлы айтылған екен? Оғызнама дастанында Оғыз батыр ерлік жорықтары, ұрпақтарының ерлік істері, Оғыз тайпаларының шығу тегі, тұрмыс тіршілігі, әдет-ғұрып
орын алған санкциялы оқиғалар мазмұндалған. Жақсы. Оғыз тайпаларының көшіп қонуы, өмірі туралы көрші тайпаларда қарым-қатынасы жайлы деректер бар. Түсінікті ма балалар? Оғызнамадасында не жайлы айтылған? Енді екінші топ, бірінші топтың жауабын тыңдайық. Не жайлы айтасыздар достар? Оғыздардың құлдырауы. Оғыздардың құлдырауының себептері, анықтаймыз. Көтерілістер қозғалысына қарсы күрес салжұқтарға қарсы жылдар бойғы жүргізілген. Шайқастар мен соғыстар Оғыз жабғылар бірлестігін іштей әсер етті. Жақсы. Тағы да қандай себебі бар? Ал Шахмарда. Оғыз мемлекеті Қыпшақ тайпаларының соққыларынан құлады. Дұрыс. Оғыз мемлекеті негізі Қыпшақ тайпаларының соққыларына қараған. Түсінік па балалар? Жақсы. Олай болса мен мәтінмен жұмысқа да тағы да бір жемісті беріп қояйын. Міне ағаштарыңызды жеміске толтыра беріңіздер. Келесі тапсырма балалар бізде қандай тапсырма болады? Диаграммасы. Онда қалай орындаймыз тапсырманы? Бұда Қарлықтарды өткен болатынбыз балалар, Оғыз және қарлықтардың ерекшеліктерін жазамыз. Жақсы болған топ. Ал екінші топ дейсіз. Оғызда 24 тайпадан тұрды және олар Даусыңыз шығарып кішкене. және олар 8 оғыздар, 9 оғыздар, 3 оғыздар деген тайпалық одақтар құрды. Оғыздардың негізгі отаны 6-7 ғасырларда қазіргі Монғолия Ойғыр өзенінің батысқа қарай жеткен жері арқылы Сырдария өзені бойына дейін созылып жатты. Ал қарлықтар деректерге сәйкес қарлықтар еліндегі 25 қала мен қоныстың көпшілігі Ұлы Жібек жолы бойында орналасты. 840 жылы Енисей қырғыздары қарлықтардың қолдауымен ұйғыр қағанатын құлатты. Ал екеуінің ерекшеліктері түрік елдерінен шыққан ұқсастықтар түрік елдерінен шыққан ұлы түрік қағанатына оғыздар, қарлықтар және басқа елдер кірген. Шамашылығында ешқандай ұқсастығы жоқ па? Менің шаруашылығында десек алайық. Жақсы. Оғыздар 24 тайпадан тұрады. Олардың астасы Яки тайпалары. Өзінде Жайық өзендерінің аралығында өмір сүреді. Ал қарлықтар 22 тайпадан тұрады. Астанасы Шүлек қаласы. Таулы жерден мекендеген көшпелі тайпалар деп оларды көшпелі тайпалар деп атаған. Екеуінің ұқсастықтары патшасын жабу деген. Тақ мұрагерлікпен беріліп отырды. Мал шаруашылығымен айналысқан. Жақсы, екі топқа да бір жемісін беріп қойыңыз. Балалар, олай болса біз жаңа сабағымызды бекіту үшін келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма тест тапсырмасы. Бұны топпен емес, енді қалай орындаймыз, жеке-жеке тез маған белгілеп бере қойыңыздар, Осы қағазды өзі белгілей береміз. Тест тапсырмасын тест жұмысын. Осы тақырып бүгінгі тақырып бойынша жақсы болдық па балалар? Болсақ әркім өз тест жұмысын тексеріп olsun, кім қаншалықты дұрыс белгілегендігін. Бірінші сұрақ бойынша Оғыз мемлекетінің астанасы Кәусар қалай белгіледің? Жанкент. Дұрыс па балалар? Екінші тапсырмада Оғыздарды 9-11 ғасырдан талқандаған тайпа? Қыпшақтар. Жақсы. Үшінші сұрақ қойдық. Оғыз тайпасының өзі қайда қалыптасты? Жетісуда. Дұрыс айтады, Жетісудағы. Бәрін солай белгіледік па? Жетісуда. Келесі тақырыпты, келесін оқышы кім? Шахмардан. Төртінші сұрақты оқышы, Төртінші сұрақты Оғыз мемлекетінің қай ғасырда өмір сүрді? 9-10 ғасырда. Дұрыс па? 9 бен 11 шахмардан түзетіп ала ғой. Бесінші сұрақ, билеушісі қалай аталады? Жамбу. Алтыншы сұрақты оқышы, Диляра.
Dilara? 24 бет баға. Махмұт Қашқаридың айтуы бойынша Оғыздар неше тайпаға бөлінген? 24 тайпаға. Иә. Келесі 7-ші сұрақ. Сүйбашы лауазымына кім иеленді? Оғыз әскерінің басшысы. Жақсы. Келесі сұрақ. Ал Саяжан. 921 жылы Оғыз жабу Киев князі Владимирмен одақтасып, жеңіске шығартқан ел Еділ Бұлғариясы бермеді. Сіздер аға белгілеріңіздер? Қазақ қадырады. Жоқ, дұрыс Еділ Бұлғариясы. Қате белгілеріңдерін түзетіп алыңдар. 9-шысын айзере оқи ғой. 9-шы. 11-ші ғасырдың басында Оғыз мемлекетінің құрылу себептері араб басқыншылығына. Қыпшақ тайпаларының соғысы. Ал бұлар оқи ғой балалар. Сырдариядан Кавказға дейінгі аумақ қалай аталады? Оғыз даласы деп аталады. Солай белгілер. Дұрыс, Оғыз даласы деп аталады. Жақсы, олай болса осымен сабақты қорытындылаймыз. Сабақты қорытындылау үшін біз енді өзіміз бағалауымыз керек. Бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергенімізді адам деп аталатын өзін-өзі бағалау парағы бойынша бұл жерде адамның суреті бар. Сол суретті егер бүгінгі сабақты толық меңгердім, барлығын түсіндім дейтін болсаңдар, толық қоямыз. Егер жартылай меңгердім дейтін болсаңдар, жартылай қойсыңдар. Түсінбедім, әлі де оқуым керек. Сабақты толық түсіндіріңіздер. Адамның тек қана аяғын қоямыз, иә? Түсінді ме? Жақсы балалар шахматтан отыра ғой. Олай болса сабақты қалай меңгердік депті оқушылар. Барлығымызда толығымен меңгердік деп адамды толық боятты екенбіз, иә? Жақсы балалар олай болса, еге тапсырма жазылады, күрегіміз ашып. Еге тапсырма Оғыз мемлекетін оқимыз, әңгімелейміз, және де Оғызнама дастаны жайлы қосымша материалдар іздеп Олай болса, екі топта жақсы қатысты өзіміз бағаладық. Енді қаншалықты біз жеміс ағашымызды жеміске толтырдық екен, тесті санай қояйық. Жақсы бала болай болса, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.